Қайырлы күн. Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технологиялар колледжінің арнайы пән оқытушысы Темирова Индира Абубакырқызы жылжымалы құрам және пойыз тартылымдығы негіздері пәні бойынша вагон шаруашылығының негізгі құрылғылары және жүйесі тақырыбындағы бейне сабағын ұсынғалы отырмын. Сабақтың мақсаты вагон шаруашылығының негізгі құрылғыларымен және атқарылатын жұмыстарымен танысу. Қарастырылатын сұрақтар: вагон шаруашылығының негізгі құрылғылары, вагон паркі, вагондарға көрсетілетін техникалық қызмет. Вагон шаруашылығының басты міндеті мемлекеттік жүк және жолаушылар тасымалына қажеттілігін толық қанағаттандыру болып табылады. Вагондарды жоспарлы жөндеу арасында кезеңде вагонның сенімді жұмысын қамтамасыз ететін жөндеу және техникалық күтіп ұстау жүйесі болуы қажет. Вагон паркін дұрыс ұстауды қамтамасыз ететін вагон шаруашылығының негізгі құрылыстары мен құрылғыларына: вагон деполары, вагондарды тасымалдауға дайындау пункттері, техникалық қызмет көрсету пункттері, ағымдағы ағыту жөндеудің механикаландырылған пункттері, вагондарды ірілендіріп жөндеудің мамандандырылған жолдары, тежегіштерді сынамалау постылары жатады. Вагон шаруашылығының құрамына вагон доңғалақ шеберханалар, контейнерлік деполар мен шеберханалар, рефрижераторлық вагондарды жабдықтау және техникалық қызмет көрсету пункттері, техникалық станциялар, жол серіктердің резервтері мен жолаушылар пойыздарына қызмет көрсететін кеңселер кіреді. Вагон шаруашылығы мамандандыруына қарай жүк, жолаушы, рефрижераторлық вагондарына және контейнерлер, қос доғалақтар, автотіркеуіш құрылғыларына, автотежегіштерге мерзіммен деполық және ағыту жөндеулерін орындайды. Жолаушы вагондарын жөндейтін деполарын құрастыру және жолаушы құрам айналатын ірі пункттерде орналастырады. Вагон шаруашылықтары вагондарды бекітіліп, учаскелер бойынша қамтамасыз етіп, жабдықтау пункттерінің жұмыстарын ұйымдастыруы тиіс. Техникалық қамтамасыз ету пункттері белгілі станцияларда ағымды жөндеулерді, пойыз вагондарындағы ақауларды анықтауға арналған. Жуу булау мекемелері цистерналарды мұнай өнімдерін құюға дайындауға арналған. Автотежегіштерді бақылау пункттері және шеберханаларда автотежегіштерді жөндеуге сынайды. Вагон доңғалақ шеберханаларында қос доңғалақтарын жөндеп, олардың элементтерін ауыстырады. Контейнер деполарында контейнерлерге жылдық күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Сіздердің назарларыңызға тәжірибе жүзінде вагон шаруашылығының жұмысының қалай жүргізілетінін сіздерге ұсынғалы отырмын. Планово-предупредительного ремонта оборудования произведена замена более 30% электротали на кранбалках в ремонтных цехах, что позволило повысить безопасность эксплуатации грузоподъемных механизмов. Контрольный пункт автосцепки сформирован в 1934 году, размещен на площади в отдельной части цеха, примыкающей к вагоносборочному цеху. Ремонт автосцепного устройства осуществляется при полном и строгом соблюдении следующих условий: замены неисправных узлов и деталей на заранее отремонтированные или новыми, механизация и автоматизация всех трудоемких работ за счет применения специальной технологической оснастки и последовательности выполнения ремонтных операций, проведение диагностики технического состояния узлов и деталей. Разработанные приспособления позволяют установить корпус паровозной автосцепки, произвести визуальный и мерительный входной контроль с замером толщины перемычки хвостовика, отверстия подвалина. Также немаловажное значение отведено неразрушающему контролю корпуса и хвостовой части паровозной автосцепки. Перемычка хвостовика доступна для прохождения соленоида дефектоскопа магнитопорошковым методом и визуального осмотра. Легко разбираются и снимаются детали автосцепки. Вагон деполары жүк, жолаушы және рефрижератор деп бөлінеді. Депоның мынандай негізгі цехтары мен бөлімшелері бар: құрастыру, дөңгелекті арбалық, механикалық, автотіркеу және роликті подшипниктер мен
букс, сырлау, ұсталық серіппе, ағаш өңдеу, электрмен дәнекерлеу. Бақылау бекеттері аралық станцияларда, разъездерде, озу пункттерінде, пойыздардың тоқтаусыз қарқынды қозғалысы бар учаскелерде орналасқан өткелерде орналастырады. Бақылау бекеттері пойыздың жүрісінде қызып кеткен буксалары, сырғымалары және пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне қатер төндіретін басқа да ақаулары бар вагондарды анықтауға арналған. Вагон депосының автоконтрольдық пункті жүк вагондарының тежегіш жабдықтарын сынаудың барлық түрлерін жүргізеді. Елек құрылғысы жөндеуден кейін жүк вагондарының тежегіш жабдықтарын бақылауға арналған. Вагон паркі өзіне кіретін вагондардың мақсатына қарай жүк және жолаушылар вагондары паркіне бөлінеді. Жұмыс паркі пойыздарда, жүк операцияларында немесе оларды күтіп тұрған вагондардан, сондай-ақ сұрыптау парктерінің жолдарынан тұрады. Жүк вагондарының жұмыс істемейтін паркіне жүктерді тасымалдаумен тікелей айналыспайтын вагондар, яғни резервте тұрған, жөндеуді немесе оны күтіп тұрған, шаруашылық тасымалдары және темір жолдың арнайы мұқтаждары үшін бөлінген жарамды вагондар жатады. Жолаушылар вагондарының жұмыс паркі жолаушыларды тасымалдауға арналған вагондардан тұрады. Оларға пошта, жүк вагондары мен мейрамхана вагондары, сондай-ақ резервте тұрған жарамды вагондар жатады. Жолаушылар вагондарының жұмыс істемейтін паркі темір жолдың техникалық қажеттілері үшін пайдаланатын және жөндеуде немесе оны күтіп тұрған жолаушылар вагондарынан тұрады. Жөндеу жабдықтау депосы жолаушылар вагондарын жабдықтауға, техникалық тексеруге және ағымдағы жөндеуге арналған. Вагон доңғалақ шеберханалары доңғалақ жұптарын жөндеуді негізінен элементтерін ауыстыра отырып жүргізеді және вагон деполары орналасқан аудандарда орналастырады. Доңғалақ жұптарын жөндеудің барлық түрлерін жүргізеді. Толық және қарапайым куәландыру, жетек тораптарын толық және аралық тексеру, элементтерді ауыстырумен доңғалақ жұптарын жөндеу, яғни қайта қалыптастыру. Вагондарды басқа жол табанның арбаларына ауыстыру үшін вагондарды ауыстырудың арнайы пункттері жабдықталады. Бұл пункттер жұмыс көлемімен түріне байланысты жолаушылар және жүк вагондарының орнын ауыстыру үшін біріктірілуі және тек жолаушылар және жүк вагондар үшін бөлек болуы мүмкін. Шектес елдердің темір жолдарына жүктерді қайта тиемей берудің ең көп таралған тәсілі шекаралық станциядағы вагондардың арбаларын ауыстыру болып табылады. Вагондарды жөндеудің ең қиын түрі күрделі жөндеу. Сондықтан ол негізінен вагон жөндеу зауыттарында орындалады. Сонымен қатар, зауыттар доңғалақ жұптарын жөндейді және қалыптастырады және жылжымалы құрамға қосалқы бөлшектер шығарады. Зауыттарда вагондарды жаңғырту жұмыстары да жүргізіледі. Зауыттың негізгі цехтары вагон жинау, вагондарды дайындау, түзету цехы, вагон жинау, арба, сырлау, дөңгелекті және жөндеу, жинақтау цехы болып табылады. Применением присадочного материала, сварочной проволоки, опорной поверхности, наружной боковой поверхности пятника, заварка трещин, наплавка внутренних боковых поверхностей, наплавка изношенного отверстия под шкворень и варка в кубе. На токарном станке производится механическая обработка опорной наружной боковой поверхности пятника, отверстия под шкворень до чертежных размеров с соблюдением технологий и требований нормативной документации. Большой размах при ремонте вагонов получило сварочное производство. Произведена замена устаревшего сварочного оборудования,
что позволило на многих участках по восстановлению узлов и деталей сваркой-наплавкой перейти с ручной на полуавтоматическую и автоматическую сварку и наплавку. Улучшен участок для ремонта подпятникового места на дрессорной балке методом наплавки под слоем флюса с применением присадочного материала для качественного восстановления изношенных поверхностей с последующей механической обработкой на фрестовском станке до чертежных размеров согласно требований нормативной документации. В тележечном отделении внедрены электромагнитные намагничивающие устройства МСН-33 и МСН-34, а также акустико-эмиссионная установка для проведения работ по продлению срока службы надрессорных балок и боковых рам до 37 лет. Для повышения качества ремонта колесных пар в колесном цехе взамен устаревшего станка внедрен новый, более совершенный колесно-токарный станок, позволяющий сократить время и повысить точность обработки и поверхности катания колесной пары. Позиция неразрушающего контроля укомплектована современными ультразвуковыми, магнитными и вихретоковыми дефектоскопами, позволяющими производить контроль с электронной регистрацией параметров. Особое внимание в работе по повышению качества ремонта вагонов и обеспечению безопасности движения поездов уделено внедрению в производстве комплекса средств диагностики. Насыщенность диагностическими средствами в депо из года в год растет, расширена номенклатура контролируемых деталей. Достоверность показаний диагностических средств по мере освоения и их усовершенствования постоянно возрастает. Бүгінгі сабақты қорытындылай отырып, тағы да негізгі сұрақтарға тоқталғым келіп отыр. Жалпы тасымалдау процесі үздіксіз орындалу үшін вагон шаруашылығының тасымалдау процесінде үлесінің мол екенін атап еткім келіп отыр. Соның ішінде вагон шаруашылығының тасымалдау процесіндегі алатын орны. Вагон депосының қызметі. Жолаушы және жүк вагондарының паркі. Осы вагондардың үздіксіз теміржолдарды қамтамасыз етуге техникалық тексеру, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру вагон шаруашылығының негізгі қызметі. Үйге тапсырма. Оқулықтан 207-219 аралығындағы беттерді оқисыздар. Материалды меңгеру, қосымша мәліметтерді іздену. Назарларыңызға рахмет.